әрине менің сабақтарым сіздердің көңілдеріңізден шығып жатыр деген ойдамын. Бізде бүгін өте керемет мықты тақырып, үш тақырыпты қаузайтын боламыз. Оның бірінші, яғни сіз осы тенши бизнесіне келдіңіз ба? Жалпы бизнесқа болсын, нәтиже алуға болсын, денсаулыққа болсын келдіңіз ба? Жақсы өмір сүру үшін шешім қабылдау. Жалпы өміріңізді өзгертуге шешім қабылдау. Одан кейінгі тақырып шешім қабылдағаннан кейін, егер сіз мысалы өнімді ішіп қана өнімнің тұтынушысы болып, мен жаңағы шешім қабылдадым деп ойлайтын болсаңыз, яғни сондай шешім қабылдаған болсаңыз, сіздің де шешіміңізді қолдаймыз. Ал егер сіз бизнес жасаймын, бизнесте үлкен жетістікке жетемін деп шешім қабылдасаңыз, бизнестің қыр-сырын біз болып, басқа лидерлар болып сіздерге үйретуге әр кезде дайынбыз. Сол себепті бірінші сабағымыз біздің шешім қабылдау. Одан кейінгі енді бизнеске келемін деп шешім қабылдағаннан кейін, нақты шешім қабылдағаннан кейін, біз негізгі адам болуымыз керекпіз. Яғни ол деп отқанымыз ключевой человек. Осы бизнеста негізгі адам болуымыз керекпіз. Асияның негізгі адам болып бизнес жасап жетістікке жетуінің қыр-сырын сіздер білетін боласыздар бүгін. Одан кейін әрине енді осы бизнес, қазақта керемет сөз бар, жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Сондықтан бұл бизнес үлкен командамен болғаннан кейін, сол командадағы біздің болашақ бизнес әріптестерімізді біз қалай нақты қандай методикамен анықтап, соны оларды кезең-кезеңіне бөліп қарастыруымыз керекпіз. Бізге кім керек жалпы осы бизнесті бізбенен бірге жалғастыру үшін деген сияқты. Яғни біз өз лидерларымызды табуымыз керек. Сол турасында біз адамдарды іріктеп осы бизнесқа шақыратын боламыз. Сол үлкен тақырыпта болады. Ең бірінші біздегі тақырып шешім қабылдау. Шешімнің екі түрі болады. Бұл Тяньши компаниясына келген кезінде сіз мен денсаулыққа келдім, денсаулыққа только өнімді тұтынып, қажет кезде өнімді өзім алып отырам деген адамдар болады. Ол кісілердің де шешімін құрметтейміз. Өйткені біздің Тяньшидің жалпы тұтынушыларының саны ол әрине 48 миллион семьяға уже саны жақындап қалды. Бұрын 45 миллион еді, қазір 48 миллион, 240 мемлекетте біздің өнімдерімізді тұтынады. Сіз ең бірінші шешіміңіз тұтынушы боламын, өнімнің өзіме ғана қабылдаймын десеңіз, сіздің де ол шешіміңізді қабылдайтын боламыз. Адамдардың көбісі ең бірінші негізі сол денсаулыққа байланысты келеді. Ең бірінші мен де сөйтіп келген болатынмын. Денсаулығымды алсам болды, маған ешқандай бизнес ештеме керегі жоқ. Өйткені өзім алдында айтып кеттім ғой историямды. Өте денсаулығымның ауыр дәрежесімен келдім, жүре алмай келдім. Алланың қалауымен Тяньшидің өнімдерінен жақсы нәтиже алып, қазір жүріп кеттім. Сонан кейін шешімім өзгерді, бизнес жасаймын деген сияқты. Мен де сөйтіп келген болады. Ондай адамдарды біз шынымен құрметтейміз. Кімге өнім керек, кім өнімді тұтынып қана қояды, ол адамдарға біз құрметпен қараймыз. Пожалуйста, сізге бизнес керек болмаса, өніміңізді тұтынып қай кезде болмасын жүре беріңіз деп біз ол кісілердің шешімімен келісіп құрметпен қараймыз. Ол бірінші. Екінші, осы Тяньшиға адамдар келеді.
шынайы өмірде бір жетістікке жеткісі келеді, тұлға болып қалыптасқысы келеді, ең бірінші өз өзіне қолынан не келетінін дәлелдегісі келеді. Не то что семья, не то что жақындары. Яғни бір өмірде бір қандай да болмасын, ол кіші достижение болсын, ол кіші жетістік болсын, үлкен жетістік болсын, орташа жетістік болсын, сол жетістікке жеткісі келетін адамдар осы бизнесқа келеді екен. Яғни ол деп отқанымыз не? Бизнесте жетістікке жеткісі келетін адам. Жалпы адамдарды біз екі топқа бөлеміз: бизнесқа келетін адам және өнімге келетін адам. Енді сол бизнесқа келетін, мен бизнес жасаймын деп шешім қабылдаған адамды біз оқытамыз, үйретеміз, үлкен тұлға болып қалыптастырамыз. Өйткені сетевой маркетингтің үлкен бизнес саласының майталман маманы қылып шығарамыз. Ол жалғыз маман болып Тенши деп аталатын компанияның үлкен маманы болады. Тенши деп аталатын үлкен университетті белгілі бір мерзімде бітіріп миллионер болып шығады. Сіз бизнесті таңдадыңыз ба, сіз жетістікке жету керексіз. Сіз осы бизнесті таңдадыңыз ба, сіз үлкен табысқа шығу керексіз. Сіз миллионер болу керексіз. Сізде басқа ешқандай мүмкіншілік жоқ. Өйткені сіз бизнестің мүмкіншілігін таңдадыңыз. Мен жетістікке жетемін, мен өмірімді өзгертемін, мен балам үшін, болмаса жарым үшін, болмаса күйеуім үшін, болмаса бір немерелерім үшін. Жалпы бизнес жетістікке жетемін деп шешім қабылдағаннан кейін барлық осы бизнес саласындағы әрбір момент, әрбір жаңағы бір элемент, фундамент, соның барлығын біз не істеуіміз керекпіз? Меңгеруіміз керекпіз. Шешім қабылдасаңыз ғана, нақты мен бизнесте жетістікке жетемін деп шешім қабылдаған кезде ғана сіз өміріңіз өзгереді. Бизнесте жетістікке жеткіңіз келеді, бірақ сіз нақты шешім қабылдамай, сіз белгілі бір қасиеттеріңізді, яғни өз бойыңыздан көргіңіз келмейтін қасиеттерді Тенши бизнесі үшін құрбандыққа шалмайсыз, сіз бұл бизнесті жетістікке жете алмайсыз. Мен бұл бизнесті жетістікке жету үшін мен не істедім? Ең бірінші, мен айтқанымнан қайтқан жоқпын. Мен алдыма қойған мақсатымды күнделікті кішкентай болсын, мен орындауға тырыстым. Өйткені маған бұл бизнес ұнады. Мен бұл бизнес арқылы мен болашақтағы қазіргі мынау арманымдағы өмірді елестеттім. Соған жетістікке жетем дедім. Мен көптеген нәрселер құрбандыққа шалдым. Мен ең бірінші құрбандыққа шалған нәрсем бұл бизнесте мен жетістікке жеткім келеді, бірақ менде ең үлкен нәрсе болды. Мен 21 жасымда бизнес бастадым деп айттым ғой. 2011 жылы бизнес бастадым. 8 жұлдыз болып бастадым. Мен бірден мен сіздер ұқсап жаңағы 4 жұлдыз, 5 жұлдыз, 6, 7 болдым. Бірақ мен потребитель болып болдым да. Бизнесқа келген кезінде менде 8 жұлдыз статусы болды. Сол 8 жұлдыз статусы болғаннан кейін мен сіздер сияқты новичок болып негізі бизнесті бастадым. Сол кезде менде ең үлкен болған нәрсе кедергі, ол әрине қорқыныш. Менің қолымнан келе ма, мен осы өнімді пайдаланып қана тұтынушы болып қана қойсам қалай болады екен деген сияқты кәдімгі сомнение, қорқыныш, ол қазір сіздердің өздеріңізде де бар деп есептеймін. Өйткені ол барлық адамдарда болады. Қорқыныш, менің қолымнан бұл келе ма, келмей ма деген сияқты көп сұрақтар болады. Ең бірінші сол қорқынышты мен құрбандыққа шалдым.
мен қолымнан келмейді деп ойламадым. Бірінші мен тұсанамда қолымнан келмейді деген ой болған жоқ. Мен қалай да болмасын, қиын болсын, ол оңай болсын, мейлі орташа деңгейде болсын, бірақ мен меңгеріп алам. Өйткені бұл менің бизнесім. Бұл осы мүмкіндік менің өмірімді өзгертеді деп шешімді қабылдағаннан кейін маған бұл бизнес біршама уақыт өте келе, 1 жыл, 1,5 жыл уақыт өте келе маған оңай болды. Бастапқы кезде әрине қиын болды. Бірақ адамды шақыру, осы бизнесте керемет мүмкіндікті беру ол адамдарға, маған әрбір адамға жасаған жақсылығым маған 2 есе, 3 есе болып Алла тағаладан жақсылық болып қайтты. Өйткені ол адамдарға мен денсаулық айттым, ол адамдарға мен бизнес айттым, кілең жақсы нәрсе айттым да. Бұл бизнесте керемет нәрседе қиналмайсың да. Шынайы ниетің болса, шынайы жүрегің, не айтсаң да адамға шынайы жүрегіңмен айтсаң, сен не істейсің? Сауап аласың. Біріншіден сауап жинайсың, екіншіден ол адамның кішкентай да болсын өмірінің өзгеруіне септігіңді тигізесің. Бұл бақыт па? Бақыт. Ең үлкен бақыттың бірі деп есептеймін. Сондай мықты неменен дұрыс шешім қабылдаңыздар бизнес үшін. Бизнестің мүмкіншілігі өте көп. Жаңа методтар бар, болмаса бұрынғы методтар бар. Қай методпен жасаймын десеңіздер де, бірақ әйтеуір шынайы негізі мен осы бизнеспен бірге болам. Мен осы бизнеспенен жетістікке жетем, өсем, өнем, өркендеймін деген сізде бір мықты настрой болу керек. Ең бірінші сол настройды орнатуымыз керек. Шешім қабылдау деп отқанымыз жалпы сол. Өнімге шешім қабылдасаңыз, пожалуйста, өніміңізді тұтына беріңіз, іше беріңіз. Ал бизнесқа шешім қабылдадыңыз ба, кейбір сіздің өз бойыңыздан көргіңіз келмейтін қасиеттерді ради бизнес үшін неге құрбандыққа шалып жетістікке жету керек болады. Ең бірінші тақырыбымызды мен аштым деп ойлаймын, шешім қабылдау бизнес үшін. Одан кейін бұл бизнестағы ең негізгі методиканың бірі, методтың бірі ол негізгі адам болу. Негізгі адам болу деген сөз не? Негізгі адам болу деген ең бірінші сіз жалғыз шешімді қабылдап қана қоймайсыз, сіз бизнесқа қарай лайықталасыз. Сіз ең бірінші кітап оқисыз, аудиокнигалар тыңдайсыз, барлық нәрсе, айналысатын нәрсеңіз осы бизнесте жетістікке жетуге әкелу керек. Сіздің кішкентайлап сіздің мышлениеңізді өзгертіп бизнесқа әкелетін методикалармен сіз шұғылдана бастайсыз. Ол деп отқанымыз не? Сетевой бизнес туралы кітап оқисыз, сетевой бизнес туралы аудиокнигалар тыңдайсыз. Одан кейін сіз осы компанияның өнімінің тұтынушысы боласыз. Өйткені сіз өзіңіз білмесеңіз да өнімді да не қалай әсер етеді, на клеточный уровень, қай органға барғанда не істейді, қалай жұмыстанады, ол бәрін сіз жаңағы до конца білмесеңіз, сіздің ол ақпарат сіздің жүрегіңізден шықпайды. Сондықтан сіз өнімді өзіңіз пайдаланып көріп, үшінші сіз не істейсіз? Өнімді адамдарға ұсына бастайсыз. Төртінші, бұл неде мықты методика, өнімді пайдаланып қана қоймай, көптеген адамдарға мүмкіншілік беру. Әрбір адамда 10 клиенттен болу керек. 10 клиенттен болу керек. 10 клиентіңіз болу керек сіздің, чтобы ай сайын өнімді пайдаланып тұратын. 100 PB-дан пайдаланма, ол 200-ден пайдаланма, ол 300-ден пайдаланма, әрбір адамның өзінің қалтасына байланысты. Сондай сізде клиент болу керек. Сіз мероприятияға қатысу керексіз. Одан кейін сіз үлкен бизнес шараларға, кішігірім бизнес шараларға, шетелде болатын бизнес шараларға мүмкіншілігіңіз болып жатса,
көп қатынасу керексіз. Яғни сіздің әрбір әрекетіңіз бұл жерде ключевой лидер деген сөз, жаңа мен көп нелерін айтып кеттім ғой да, нелерін, пункт. Жаңа мен пункттерін айтып кеттім. Сол пункттің барлығы сіздің бұл деп отқанымыз не? Ең соңында айтатын нәрсе, әрбір сіздің іс әрекетіңіз осы бизнестің қыр-сырын меңгеруге әкелу керек. Сіз яғни осы бизнестің маманы болу керексіз. Сіз қашан осы бизнестің шынайы, шын жүрекпен қалаған маманы боларсыз, сіз сол кезде бұл бизнесте жетістікке жетесіз. Сіз нақты бір маман болмасаңыз, сіз бұл бизнесте жетістікке жете алмайсыз. Сондықтан мен бұл бизнестің маманы болуға баршаңызды шақырамын, және қолымнан келгенше барлық методикамен түсіндіремін. Өзім мен нағыз маманымын деп есептеймін. Өйткені Теншимен бірге болғаныма келесі жылы Алла қаласа 20 жыл болады. Мен үнемі айтып келем ғой, ол 20 жыл деген белгілі бір адамның өмірі. Мен сол бойынша 2014 жасымнан бері келесі жылы 34-ке келем. 20 жыл сонда мен Теншимен бірге болдым. Сіз Теншидің яғни маманы болып, сіз дипломын аласыз. Бір мамандық, мен мысалы бітірген мамандығым по продажный менеджмент қой да. Мен 2 жыл оңай оқыдым. Қалай сату керек, қалай не қылу керек, қалай клиентпен жұмыстану керек, барлығын оқығаннан кейін барып, мен соның бәрін дұрыс меңгергеннен кейін барып маған қызыл диплом берді. Егер мен дұрыс меңгермесем, қызыл диплом ала аламын ба? Диплом ала аламын ба? Әрине жоқ. Бұл да сондай бір университет деп есептеу керек та, Теншиді да. Сіз университетке түскен студентсіз да, соны білікті деңгейде, өз деңгейінде, лайықты деңгейде сіз бітіріп шығу керексіз. Сіз бітіріп шыққанда не аласыз? Сіз бұл бизнесті бітіріп, бұл университетті бітіріп шыққанда сіз не аласыз? Сіз үлкен жетістікке жетесіз, үлкен табысқа жетесіз бірінші очередь. Сізде үлкен структура болады, команда болады, сізге өмірлік ақша түседі, пенсия. За бронзовый леп, за серебряный леп, за золотой леп, мировой тауар айналымынан сіздер не істейсіздер? Сіздер өмірлік таусылмайтын ақша алып отырасыздар. Егер өзінің белгілі бір шарттарын, нелерін орындап отырсаңыздар, сіздер мировой тауар айналымынан сіздер зарплата алып отырасыздар. Қаншама промоушен аласыздар, шет мемлекетке шығасыздар. Енді жалпы өміріңіз 100% өз. Жалпы нақты сіз маман болған кезде ғана сіздің өміріңіз Теншимен бірге 360 градусқа өзгереді. Мен сіздерді не үшін келдім? Әрқайсыңызды осы саланың маманы болып тәрбиелеуге келдім. Үйретейін, көрсетейін, кішкентайда болсын үйренсін, білсін, жетістікке жетсін, табысқа жетсін деген шынайы ниетпен келдім. Жалпы негізгі адам болудың қыр-сырын түсіндіңіздер ғой, маман болудың. Маман болсаңыз болды, сіздің бүткіл өміріңіз 100% өзгеретініне мен гарантия беремін. Одан кейін енді біздің бұл бизнес, дубликация бизнес, жалғыз адам оны жасай алмайды, ол командамен жасалады. Келісесіздер деген мен ойдамын.
Енді біз командаға қандай адамдарды тартуымыз керекпіз? Үшінші, бізде яғни бизнесқа адам шақырудың үш түрі бар. Үш түрі. Біз таныстар тізімін жазған кезде біз үш неге бөлуіміз керек тармаққа. Бірінші тармақ жоғары уровеньдағы адамдар. Сосын орташа уровеньдағы адамдар. Төмен уровеньдағы адамдар. Бұл біздің бизнес үшін үшеуі де керек. Үшеуі де керек. Жоғары уровеньдағы адам сіздің бизнесіңізді сізбен серіктес болып жалғастырады. Орта буындағы адамдар, яғни өзінің белгілі бір деңгейде тұлға болып қалыптасуына дейін осы бизнесті түсініп кетем дегенге шейін адамдар орта буында жүреді. Орта буында жүреді. Сол орта буындағы адамдарды біз не істейміз? Жоғары буынға бірге жаңағы орта буындағы адамдарды яғни ол мұғалім болуы мүмкін, ол мықты бизнесмен тұлға болуы мүмкін, барлық нәрсесі болуы мүмкін да ол адамда. Бірақ ол мүмкіндік таба алмағаннан кейін орта буында жүруі мүмкін. Сол орта буындағы адамды біз жоғары буындағы лидерлардың қатарына көтеріп, үлкен жетістікке жетудің қыр-сырын үйретуіміз керек екен. Одан кейінгі әрине төменгі буынның адамдары. Оны біз өзгерте алмаймыз. Өйткені ол адамдардың мынау мишлениясы төмен. Сіз қанша мүмкіншілікті беріп айтасыз ғой да. Осылай қылып жасаңыз, осылай қылып жасаңыз, мынаны бүйтіңіз деп методиканы бересің ғой. Методиканы бересің, бизнестің қыр-сырын айтасың, продукцияны айтасың. Ол я продукцияны қабылдамайды, я сенің бизнесіңді қабылдамайды, я өмірін өзгертуге шешім қабылдамайды. Сондай бір адамдардың несі бар, жаңағы тобы бар. Ол төменгі буынның адамдары, төменгі буын болып есептеледі. Ол біздің экономикамызда, ол біздің мынау нарығымызда, жалпы Қазақстан мен бүкіл әлемде олар өмір сүріп жатыр. Біздің енді бұл жердегі негізгі мақсатымыз не? Төменгі буындағы адамға да біз бизнестің мүмкіншілігін беруіміз керекпіз. Орта буындағы адамға да біз бизнестің мүмкіншілігін беруіміз керекпіз. Жоғары буындағы адамға да біз бизнестің мүмкіншілігін беруіміз керекпіз. Үшеуіне де бизнестің мүмкіншілігі керек, біріншіден. Екіншіден, денсаулық та керек. Денсаулығың болмаса сен ешкім емессің. Оған мен 1000% гарантия беріп айта аламын. Бірінші очередь денсаулық, денің сау болса ғана сен жақсы өмір сүре аласың. Денің сау болмаса сенде жақсы өмір сүру вообще мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан үш буындағы адамға да біз денсаулықтың мүмкіншілігін беруіміз керекпіз. Біз бизнестің мүмкіншілігін беру керекпіз. Сонда қорыта айтқанда бұл нәрсе бізге не береді? Біз барлық адамға мүмкіншілік беру керекпіз. Біз Алланың берген бізге сондай Алла тағала үлкен нығмет беріп қойды да, ол нығмет әрине сетевой бизнестің мүмкіншілігі. 2001-де ондай сетевой бизнестің мүмкіншілігі қолында бар да, ол мүмкіншілікті алып, ол менің осы мүмкіншілікпен мен өмірімді өзгертіп, осы мүмкіншілік менің бүткіл арманымдағы өмірді жасауға маған мүмкіншілік береді деген ой жоқ оларда. Көп адамның қателігі, бірінші қателігі сол. Екінші қателігі адамдарда бұл сетевой бизнесті маған Алланың берген сыйы, бұл өмірдегі, бұл тәни жалғандағы маған Алланың берген сыйы деп қабылдамайды. Егер сыйы деп қабылдаған болатын болса, ол үлкен жетістікке жететін еді. Үшінші адамның, бұл бизнесқа келгендегі адамның жіберетін қателігі сол нағыз бұл саланың маманы болмайды. Мысалы, мен барып мұнай қаза алмаймын.
мен бұрғылаушы мамандығын бітірген жоқпын. Мен барып мұнай қаза алмаймын. Мен болмаса барып анау тігіншінің несін матасын тіге алмаймын. Өйткені мен ол нені оқыған жоқпын, білмеймін ол саланы да. Мен болмаса бір барып депутат бола алмаймын. Өйткені мен саясаттан хабарым жоқ. Менің білетін мамандығым көптеген адамдарды бизнесқа мүмкіншілігін ашып, көзін бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой, қазақ атамыз айтады. Сол адамдардың неге мүмкіншілігін ашып бизнесқа көрсетіп, білдіртіп, жақсы өнімнің бар екенін адамға ұсынып, жақсы бизнестің бар екенін адамға ұсынып, мен адамның өмірін өзгерту ғана. Егер ол адамда ең бірінші ниет болса ғана, менде сондай мүмкіншілік бар да, мен ол адамға барған кезінде, ол адамда мен өмірімді өзгертем деген главный ниет болу керек. Егер сіздің мен өмірімді өзгертем деген ниетіңіз болса, мен пожалуйста сізге көмектесе аламын. Ондай ниетіңіз болса. Ондай ниетіңіз болмаса, мен сізге көмектесе алмаймын. Мен өйткені білетін салам сол ғана. Мен соны 2009 жылдан бастап осы продажамен айналысып келе жатырмын. Қазір енді 2019-да 10 жыл болды, 14 жыл болған екен. Осы сату саласының мен қалай продажның дипломын алдым. Одан кейін мықты курстарға қатынастым. Жалпы сату арқылы көптеген адамдардың миллионер болуына көмек қолын созғаныма 14 жыл уақыт болған екен. Оның ішінде мен 2017 жылдан бастап осы курсты, яғни сату өнері деп өзім ат қойып, үлкен курсты, осы үлкен сабақты барлық сетевой бизнестің өкілдеріне айтып жүргеніме де 6 жыл уақыт болған. Мен осыны ғана айта аламын. Өйткені мен осы нәрсенің маманымын. Әрбір адам өз саласының үздік маманы болу керек. Сіз осы бизнесқа келдіңіз ба? Сізде басқа вариант жоқ. Сіз осы саланың үздігі болу керексіз. Сіз үздігі болған кезде ғана, сіз нағыз маманы болған кезде ғана жетістікке жете аласыз. Мен оған әуелі Алла, одан кейін мен өз қолымнан келген көмекті ұсына аламын. Ешқандай нәрсе мен білмей келдім. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, иә? Асия Аралбаева барлығын білет, Асия Аралбаева сатуды білет, бәрін білет, адаммен сөйлесуді білет. Сол деп ойлайтын шығарсыздар. Менде білмеген кезім болды. Мен де көп қателестім. Ол кезінде менде тәлімгерім болды, бірақ тәлімгерім менде алыста тұрды. Мен 21 жасымда бизнес бастағанда көп нәрсені сұрауға қысылатынмын. Өйткені мен бұл бизнесқа келген кезде 8 жұлдыз статусымен келдім ғой. Сосын менің көп қалада структурам тарқап кеткен. Осы уақытқа дейін сол 8 жұлдызға жабам дегенге шейін мамам менің бизнесімді жасағанда, мен үшін бизнес жасаған, менің тағдырыма алаңдап, мен үшін бизнес жасаған. Ал мен бұл бизнесқа 21 жасымда келдім, аспаннан кәдімгі салбырап түскендей болдым. Ештеңе білмеймін, бірақ 8 жұлдызбын да. Ештеңе бір нәрсе білмеймін. Қалай айту керек, адамға қалай ұсыну керек, не қылу керек. Сосын не істедім? Өзімнің мамандығыма осы бизнесті алдында салып жібердім. Өйткені мен сол мамандықты бітіріп тұрмын да. Сол мамандықты бітіргеннен кейін мен Чаншиға жұмысқа тұрдым деп өз-өзіме айттым да, сен Асия, сен сол мамандықтың дипломын алдың. Дипломын алғаннан кейін енді сен осы Чанши деген үлкен компанияға жұмысқа тұрдың. Енді сен осы салада сен үздік болу керексің. Сен мол табыс табу керексің. Сен көптеген адамдардың өмірін өзгерту керексің деп өз-өзіме мен мақсатымды анықтап алдым. Сонан кейін мен көптеген адамдарға мүмкіншілік бердім. Мен де ештеңе білген жоқпын. Сіздер ойламаңыздар, Аралбаева бәрін білді. Үлкен жетістік маған оңайлықпен келген жоқ. Бизнес әлемінде жүргеніме енді айтып отырмын ғой жаңа. Келесі жылы жалпы Чаншимен таныс болғаныма келесі жылы 20 жыл болады. Бизнес әлемінде жүргеніме 12 жыл болады. Сол белгілі бір деңгейде өткен уақыт
маған тәжірибе болып келді. Белгілі бір деңгейдегі өткен уақыт маған табыс болып келді. Белгілі бір деңгейде өткен уақыт менің өмірімді өзгертті. Сіздер мен ештеңке білмеймін, мен бұл бизнесті жасай алмаймын деп нақты сұрақ қоюларыңыз мүмкін маған. Мен баршаларыңызға айтамын, мен де білмегенмін, мен де үйрендім. Менде ол кезде ұстаз болған жоқ. Ұстазым алыста болды. Ал сіздердің ұстаздарыңыз өзінің семьясы Алматыда болса да, Қонысбай мырза мысалға сол анау Нүкісте, Қарақалпақстанда сіздерменен бірге бір ортада жүріп бар біліммен бөлісіп жатыр. Сіздер жалпы бақыттысыздар. Бәріміз де бұл әлемде бақыттымыз. Өйткені себебі әрбір адамның өзінің ұстаз болады. Сол ұстаздың қасыңызда ма, барлығын үйренуге тырысыңыз, бәрін біліп алыңыз. Сізде бұл бизнесте жалпы жетістікке жетуге лайықты жансыз. Егер былай ойлаңыз да, бұл бизнесте 14 жыл бойы төсекте жатқан мүгедек Асияның қолына бұл бизнес келсе, неужели менің қолымнан келмейді деген сіздер өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. 14 жыл бойы жүре алмай төсекте жатқан қыздың қолынан келіп тұрған нәрсе Алланың қалауымен. Әуелі Алла, одан кейін осы тяньшидің арқасында нәтижені алып, әрмен қарай бизнесті өрбітіп кеттім. Қиын болды маған. Бастапқы кезде маған да қиын болды. Соның барлығынан өттім. Алдағы уақытта мен қандай кедергілерге тап келдім осы бизнесте? Сіздер қандай кедергілерге қазір тап келдіңіздер? Менің кезімде қандай кедергілер болды? Ең үлкен кедергі, менің бұл бизнесқа келгендегі кедергім, менде үйрететін ұстаз болған жоқ. Бүйтіп онлайн отырып, жанында болып, Әсия, мынаны істе, мынадан кейін мынаны істе, содан кейін осылай болады деп үйрететін адам болған жоқ. Мен интернет ақтардым, мен кітапты оқыдым. Әйтеуір менде болды, бір ғана нәрсе болды, менде тәжірибе де болған жоқ. Бұл бизнесқа келгенде менде ұстазым алыста болып, ұстазым жанында болған жоқ. Яғни мені бүйтіп сабақ үйрететін адам болған жоқ маған. Өйткені менде бір ғана нәрсе болды да, страстный желание болды. Мен қайтсем де, қалай жетсем де, мен бұл бизнесте жетістікке жетемін деген ниет болды бұл. Сол ниеттің арқасында ұра берсең шайтан дөлет дейді ғой. Мен әрекетім жасай бердім. Содан кейін ол Алла тағала бәрін көруші, Алла тағала бәрін білуші, сенің ниетіңе байланысты береді. Жаймен деп команда құрыла бастады. Сол команда үлкейе бастады. Қазір Аллаға шүкір, Қазақстанның біршама қалаларында менің үлкен структурам бар. Сіздер де сондай жетістікке жетесіздер. Ешқандай не қылмаңыздар, мұңаймаңыздар. Мен қолымнан келмейді деп ойламаңыздар. Мен де бұрын сөйтіп сіздер секілді ойлағанмын. Менің де тәжірибем болмаған. Көп адамдар ойлауы мүмкін да, өйткені маған сұрақ қойып жатыр да, мен бұл бизнесте жетістікке жете аламын ба, қалай болады, не қылады деп. Мен де сіздер сияқты бәрінен өткенмін. Бәрінен бірге оңай өтіп, біз үлкен жетістікке жетеміз. Өйткені себебі сіздердің шынайы ниеттеріңізден кейін мен сіздерге ұстаздыққа үйретуге келдім. Қонысбай мырза бар, мен бар, Нұрадин мырза бар, үлкен жетістікке жеткен тұлғалар. Бәріміз сіздерді дұрыс жолға саламыз. Бірінші Аллаға, екінші тәлімгерлеріңізге, үшінші маған сеніңіздер. Үлкен жетістікке мен сіздерді қолымнан келгенше жетулеріңізге бар мүмкіншілікті жасайтын боламын. Жалпы негізі бұл бизнесте 3 адам дедік қой, үшеуі де бізге керек. Барлық адамға біз мүмкіндік беру керекпіз. Енді Алла бұйыртса, келесі жолы мен бұл бизнесқа келген кезде, Аралбаева Асия бұл бизнесқа келген кезде қандай қателіктерге не берді,
жол аштым. Қандай қателіктерге мен ұрындым, қандай қателіктер болды, қандай кедергілер болды, сол турасында үлкен сабақ айтамыз. Неменен кедергіменен жұмыс, яғни біздің осы бизнесте жасап жатқандағы кездесіп жатқан қиыншылығымыз, мен қаншалықты деңгейде қиыншылыққа кездестім, соныменен сіздерменен бөлісемін. Өйткені менің кезінде кезіккен қиындығым сіздердің қазіргі бастарыңыздан өтіп жатуы мүмкін. Сондықтан барлық мен не нәрсеге қол жеткіздім, не қандай қиындыққа мен тап болдым, соның барлығымен бөлісетін боламын. Кедергіменен жұмыс деп аталады келесі алла бұйыртса сабағымыз. Суббота күні кездескенше, бүгінгі сабағым сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Маған сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, жолдаңыздар, микрофондарыңызды қосыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар, мен әрмен қарай жауап беруге дайынмын. Кері байланыс орната қойыңыздар. Кішкене сұрақтарыңыз болса, мен соған жауап берейін. Құрметті бизнес әріптестер, микрофондарыңызды қосыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Кері байланыс күтіп отырмын сіздерден. Мұрадин мырза. Құрметті бизнес әріптестер, кімде қандай сұрақ бар? Жауап берсеңіздер. Егер сіздерде сұрақ болмаса, бүгінгі сабағым түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сол кедергілермен жұмыс сол келесі сабақта кездескенше, онда ешкімде маған сұрақ жоқ па? Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Кімде қандай сұрақ бар? Егер сұрақ жоқ болса, мен бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Келесі суббота күні сабақта кездескенше, алла бұйыртса, аман сау болыңыздар. Сіздер әлі аяқтамаған екенсіздер ғой. Кімде қандай сұрақ бар маған? Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ жоқ па, я? Онда келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар. Неге бүйтіп шықпай тұр?